Ефеслілерге жазылған қат. 1 бап. Құдайдың қалеуі менен Масих Исаның елшісі болған мен, Павелден, Масих Исаға садық болған Ефес қаласындағы сенушілерге сәлем. Әкеміз Құдай һәм иеміз Иса Масих сіздерге мейірім һәм тынышлық берсін. Иеміз Иса Масихтың әкесі Құдайға алғыс мақтаулар болсын. Ол біздерді Масих арқалы аспандағы әр түрлі рухи жарылқау менен жарылқады. Құдай өзінің алдында мұқаддес һәм мінсіз болуымыз үшін Масих пенен қатынаста болған біздерді дүния жаратылмастан бұрын таңлап алды. Құдай біздерді сүйіп, Иса Масих арқалы өзінің балалары қылып асырап алу үшін алдын ала белгіледі. Бұл оның әжайып қалеуі бойынша болды. Солай етіп, сүйіклі ұлы арқалы біздерге сыйға берген ұлы мейірімі себеплі өзіне алғыс айтуымыз үшін Құдай осылай істеді. Масих пенен қатынаста болған біздер оның қаны арқалы құтқарылдық. Яғни, Құдайдың бай мейірімі бойынша күнәларымыз кешірілді. Құдай бұл бай мейірімін бүткіл ақыл даналық пенен үстілерімізге жаудырып, өз еркінің сырын біздерге ашып берді. Бұл оның Масих арқалы жобаластырған әжайып мақсеті бойынша болды. Белгіленген уақыт болғанда, әмелге асатұғын Құдайдың жобасы жердегілердің һәм аспандағылардың һәммесін Масихтың басшылығында бірлестіруден ібарат. Һәмме нәрсені өз қалеуі менен іске асыратұғын Құдайдың еркі бойынша біздер алдын ала белгіленіп, Масих арқалы таңлап алындық. Бұл Масихқа бастан ақ үміт еткен біздердің ұлы Құдайды алғыслауымыз үшін болды. Хақиқат сөзін, яғни құтқарылу хақында қош хабарды естіп, Масихқа сенгеніңізде, сіздерде уәде етілген мұқаддес рух пенен мөрленіп, Құдайға тиесілі болдыңлар. Құдайға тиесілі болған біздердің толық құтқарылуымызға дейін, бұл мұқаддес рух Құдайдың біздерге уәде еткен мирасының гіреуі. Бұлардың һәммесі біздердің ұлы Құдайды алғыслауымыз үшін болды. Сондықтан иеміз Исаға деген сеніміңіз һәм бүткіл сенушілерге деген сүйіспеншілігіңіз хақында естігенімнен бері, мен сіздер үшін тынбастан шүкірлік етемін. Және де дуа еткенімде сіздерді бәрхолла тілге аламан. Иеміз Иса Масихтың Құдайы, дан салтанатқа ие әке, өзін білуіңіз үшін сіздерге даналық һәм аян беруші мұқаддес рухын берсін деп Құдайдан сорап атырман. Құдайдың шақырығынан пайда болған үмітті һәм оның сенушілерге берген ұлы мирасының қаншелі бай екенін білуіңіз үшін жүректеріңіздің көздері ашылсын деп дуа етіп атырман. Және де Исаға сенген біздерде үлкен құдіретпенен әрекет еткен Құдайдың күшінің қаншелі ұлы екенін сіздер білсін деп те дуа етіп атырман. Құдай осы күшпенен Масихта әрекет етіп, оны өлімнен қайта тірілтті, һәм аспанда өзінің оң жағына отырғызды. Құдай Масихты барлық хакімшілік һәм биліктен, бүткіл құдірет һәм хүкімдарлықтан тек осы заманда емес, ал келешек дәуірде де аталатұғын һәмме атлардан жоғары қойды. Һәмме нәрсені оған бойсындырып, бағындырды. Оны бүткіл барлықтың үстінен қойып, сенушілер жәмәтінің басы қылды. Сенушілер жәмәті Масихтың денесі болып, бүткіл барлықты толтырып тұрған Масихтың толылығына ие. Ефеслілерге жазылған қат. 2 бап. Сізлер бір уақытлары айып һәм гүналарыңыз себеплі
өлі едіңлер. Сонда сізлер бұл дүнияның әдеті бойынша хауада хүкімдарлық етуші хәкім шайтанға, яғни әзір Құдайға құлақ аспайтұғын адамларда әрекет етуші рухқа бойсынып жасайтұғын едіңлер. Бір уақытлары біздердің әммемізде ұсындай адамлардың арасында өз күнәкар табиятымыз бойынша жасадық. Денеміздің һәм ой ниетіміздің жаман қалеулерін орынладық. Сол себептен басқалар сияқлы біздер де табиятымыз бойынша Құдайдың ғазебіне лайықлы адамлар едік. Бірақ мейірім шәпаатке бай болған Құдай біздерді соншелі сүйгенліктен күнәларымыз себеплі өлі болсақ та біздерді Масих менен бірге тірілтті. Сіздер оның мейірімі менен құтқарылдыңыз. Біздер Масих Иса менен қатынаста болғанлықтан Құдай біздерді Масих менен бірге тірілтіп, оның менен бірге аспан патшалығында отырғызды. Құдай Масих Иса арқалы біздерге рехім етіп, өз мейірімінің шексіз байлығын келешек дәуірлерде көрсету үшін ұсылай істеді. Сізлер сеніміңіз арқалы Құдайдың мейірімі менен құтқарылдыңыз. Бұл сізлердің жетіскенлігіңіз емес, ал Құдайдың сыйы болғанлықтан, ешкім іслерім себеплі құтқарылғанман деп мақтана алмайды. Себебі біздер Құдайдың дөретпесіміз. Өзі алдын ала таярлаған жақсы іслерін іслеп жасауымыз үшін, ол біздерді Масих Иса арқалы жаратты. Сондықтан мыналарды еске түсіріңдер. Сізлер бір уақытлары бұтқа табынушы миллет адамы болып туылып, денесіндегі еті қол менен кесіліп сүннет етілген яһудилер тарапынан сүннетсізлер деп аталатұғын едіңіз. Ол уақытлары сізлер Масих менен байланысы жоқ, Израил халқына жат һәм Құдайдың оларға берген уәдесінің келісімінен бейнесіп адамлар едіңдер. Бұл дүнияда үмітсіз һәм Құдайсыз болып жасадыңлар. Бірақ бұрын Құдайдан ұзақ болған сізлер, енді Масих Иса менен қатынас жасап, Масихтың қаны арқалы Құдайға жақын болдыңлар. Өйткені Масихтың өзі яһудилер менен басқа миллетлерді бірлестірген біздің жарастырушымыз. Ол өз денесін құрбан етіп, арадағы айырып тұрған дивалды, яғни дұшпанлықты жоқ қылды. Яһудилер менен басқа миллетлерден өзі менен байланыста болатұғын бір жаңа халықты жарату мақсатында, ол бұйрық һәм қағидалардан әбарат болған яһудилердің низамын бекар етті. Бұны тынышлықты орнатып, дұшпанлықты жоқ қылған атанақ ағаш арқалы екеуін бір жаңа халық қылып, Құдай менен жарастыру үшін істеді. Масих келіп, Құдайдан ұзақ болған сіздерге һәм Құдайға жақын болған яһудилерге тынышлық қош хабарын жариялады. Ол арқалы біздер әммеміз бір мұқаддес рух пенен әкеміз Құдайдың алдына бара аламыз. Солай етіп, енді сіздер жат һәм шет жерлі адам емессіздер. Ал мұқаддеслерге ватанлас Құдайдың шаңырағының ағзаларысыз. Сіздер елшілер һәм пайғамбарлар салған тырнақтас үстіне қаландыңлар. Ал имараттың мүйешінің тикарғы тасы Масих Исаның өзі болады. Онда бүткіл имарат құралып, иемізге тиесілі бір мұқаддес ибадатхана болу үшін өсіп барады. Масих менен қатынаста болған сізлер де Құдай мұқаддес рухы арқалы жасайтұғын мәкан болуыңыз үшін әммеңіз бірлікте құралып барасызлар. Ефеслілерге жазылған хат, 3 бап. Сол себептен мен, Павел, басқа миллетлерден болған сізлер үшін Масих Исаның тұтқыны болдым. Сізлер үшін Құдайдың өз мейірімі менен маған берген бұл қызметі хақында әлбетте естіген сіздер. Жоғарыда қысқаша жазып өткенімдей, Құдай маған
өз сырын аян арқалы білдірді. Бұл қатты оқығаныңызда Масихтың сырын қалай түсінгенімді біліп алуыңыз мүмкін. Адамзаттың әуелгі әулетлерінен құпия тұтылып, енді Құдайдың мұқаддес елшілеріне һәм пайғамбарларға мұқаддес рух арқалы ашып берілген бұл сыр мынадан ібарат. Басқа миллетлер де яһудилер менен бірге мирасқа шерік һәм бір дененің ағзалары. Олар қош хабар арқалы Масих Иса себеплі берілген уәдеге де шерік. Құдайдың әрекет ететұғын құдіреті менен маған берілген мейірімінің сыйы арқалы мен қош хабарды жариялау үшін қызметке тайынландым. Мен барлық сенушілер ішінде ең арзымағаны болсам да, басқа миллетлерге Масихтың шексіз байлығы хақында жариялау үшін Құдай маған осы мейірімін берді. Және де һәмме нәрсені жаратқан Құдай өзінде әуелден ақ сақланған сырлы жобасын һәммеге ашып беру үшін да маған осы мейірімін берді. Солай етіп, Құдайдың мақсеті сенушілер жәмәәті арқалы аспандағы хакімшіліктерге һәм биліктерге өзінің көп қырлы ақыл даналығын әзір мәлім ету. Құдай осы мәңгілік мақсетін иеміз Масих Иса арқалы әмелге асырды. Біздер Масихпенен қатынаста болып, оған деген сеніміміз арқалы Құдайға батырлық һәм толық сенім менен жақынласа аламыз. Сондықтан сіздер үшін шеккен азапларым себеплі қайғырмауыңызды өтініш етемін. Мен шеккен бұл азаплар сіздерге ұлылық алып келеді. Сол себептен мен аспандағы әкеміздің алдында тізе бүгіп дуа етемін. Ол аспандағы һәм жер жүзіндегі әр қандай миллетке ат берген. Құдай өз ұлылығының байлығы бойынша ішкі дүнияңызды бекемдеу үшін өз рухы арқалы сіздерге күш қуат берсін. Сеніміңіз арқалы Масих жүректеріңізде жасасын. Сүйіспеншілікке тамыр ұрып һәм тикарланып, барлық сенушілер менен бірге Масихтың сүйіспеншілігінің қаншелі кең, ұзын, биік һәм терең екендігін түсініп алғайсыз. Және де сіздер ақыл ойға сыймайтұғын осы сүйіспеншілікті біліп, Құдайдың бүткіл толылығына толып барғайсыз. Біздерде әрекет етуші құдіреті менен Құдай біздердің тілеген һәм ойлаған әр бір нәрсемізді артығы менен іслей алатұғын күшке ие. Оның Масих Иса менен қатынаста болған сенушілер жәмәәтінде әулеттен әулетқа мәңгіге даңқы арта берсін. Аумин. Ефеслілерге жазылған хат 4-ші бап. Солай етіп, иеміз үшін тұтқын болған мен сіздерден жалынып сұраймын. Құдайдың өздеріңізді шақырған өміріне ылайықлы түрде жасаңлар. Толық кішіпейілілік, мүләйімлілік һәм сабырлылық пенен жасаңлар. Бір-біріңізді сүйіп, мизамкеш болыңлар. Өздеріңізді бірлестіруші тынышлық пенен мұқаддес рух берген бірлікті сақлауға тырысыңлар. Құдай сіздерді шақырғанда бір үмітті берді. Сол сияқлы һәммеміз бір денеміз һәм бір мұқаддес рухқа иеміз. Иеміз бір, сеніміміз бір, суға шомылдырылу рәсіміміз бір. Құдай да бір. Ол һәмменің үстінен хүкімдар. Һәмме арқалы әрекет етуші, һәммемізде бар болған, һәммеміздің әкеміз. Бірақ Құдай әр бірімізге Масихтың сақилығына муапық өз мейірімін сыйға берді. Сондықтан мұқаддес жазуда былай делінген: Ол жоғарыға шығып, тұтқынларды тұтқын етті, адамларға сыйлар берді. Енді бұл ол жоғарыға шықты деген сөздер нені аңлатады? Масих бұрын төменге, жерге түсті дегенді аңлатады. Түскен адамда әр бір нәрсені толтыру үшін
аспаннан да биігірекке шыққан адам да біреу. Масих кейбіреулерді елші, базыларды пайғамбар, айрымларды қош хабарды жариялаушы, ал біреулерді жәмәат шопаны һәм ұстаз қылып қойды. Ол бұны сенушілерді таярлап, олардың қызмет қылуы һәм өзінің денесі болған жәмәатті беккемлеу үшін іследі. Нәтижеде біздердің һәммеміз Құдайдың ұлына сенуде һәм оны білуде бірлікке ерісіп, Масихтың толық мінсізлігіне дейін өсіп барамыз. Солай екен, ендігіден бұлай көдек болмайық. Адамлардың жалатайшылығы һәм хилекерлігі арқалы пайда болған әр түрлі талиматлардың самалы менен ана жақтан мына жаққа шайқатылмайық. Керісінше, хақиқатлықты сүйіспеншілік менен айтып, дененің басы болған Масихқа қарай әр тәреплеме өсіп барайық. Оның басқаруында бүткіл дененің мүшелері өз ара бірігіп, әр бір мүше өз міндетін атқаруы арқалы бір-біріне жәрдем беріп, байланыс жасайды. Осылай етіп, бүткіл дене сүйіспеншілік менен өсіп, өзін беккемлеп барады. Сондықтан мен осыны айтып, сіздерді иеміздің атынан ескертемен. Бұннан былай, бұтқа табынушы миллетлердің адамлары сияқлы, бос ой қиялларға беріліп жасамаңлар. Олардың сана сезімлері топырланып, ішіндегі наданлық һәм жүреклеріндегі қаталлық себеплі Құдайдан берілген өмірге жат болған. Олар бүткіл ар намыс сезімлерін жойтқан, әр түрлі харамылықты нәпсіқаулық пенен іслеу үшін бұзықшылыққа берілген. Бірақ сіздер Масихты бұндай қылып танымағансыз. Әлбетте, сіздер Иса Масих хақында естігеніңізден кейін, оның менен қатынаста болып, ондағы хақиқатты үйрендіңдер. Сол себептен бұрынғы өмір жолыңыздан, яғни дененің жаман қалеулері себеплі шіріген ескі табиятыңыздан ваз кешіңдер. Ой пікірлеріңізді һәм рухыңызды жаңалап, шын хақлық һәм мұқаддеслік пенен Құдайға ұқсатылып жаратылған жаңа адам болыңлар. Сондықтан өтіріктен ваз кешіп, әр біріңіз сенуші туысқаныңызға хақиқатты айтыңлар. Себебі һәммеміз бір дененің мүшелеріміз. Ғазепленсеңіз де күнә іслемеңдер. Құяш батқанша ғазептен қайтыңлар. Шайтанға жол бермеңдер. Орлық іслеген ендігіден бұлай орлық іслемесін. Керісінше, мүтәж адамларға үлестіретұғын бір нәрсесі болуы үшін, ол өз қоллары менен хадал минет етсін. Ауызларыңыздан ешбір жаман сөз шықпасын. Ал орны менен сөйлеп, естігенлердің рухын көтеретұғын пайдалы сөздерді айтың. Құдайдың мұқаддес рухын қапа қылмаңлар. Құтқарылатұғын күніңіз үшін осы рух пенен мөрленген сізлер. Жек көрушілік пенен бірлікте әр бір жаман ниет, ашу, ғазеп, бақырыс һәм өсек сізлерден ұзақ болсын. Ал бір-біріңізге мейірман һәм жанашыр болыңлар. Құдай сізлерді Масих арқалы кешіргендей, сізлерді бір-біріңізді кешіріңлер. Ефеслілерге жазылған хат, 5 бап. Солай етіп, Құдайдың сүйіклі балалары болған сізлер, оған елікленңлер. Масих біздерді сүйіп, біздер үшін Құдайға ұнайтұғын садақа һәм құрбанлық болып, өзін Құдайға бағышлады. Сол сияқлы, сізлер де осындай сүйіспеншілік пенен жасаңлар. Ешқандай бұзықшылық, харамылық һәм нәпсіқаулық араңызда тілге де алынбасын. Бұл сенушілерге мүнәсіп емес. Араңызда ұят һәм пәтуасыз гәплер, тұрпайы әзіл де болмасын. Бұл сіздерге мүнәсіп емес. Бұның орнына Құдайға шүкірлік білдіріңдер. Мынаны анық біліп қойыңлар. Ешбір бұзық, харам, нәпсіқау, яғни бұтпараз адам Масихтың һәм Құдайдың патшалығын мирас етіп алмайды.
Еш кім сізлерді өтірік сөздерменен алдамасын. Жоғарыда айтылған іслер себеплі, өзіне бойсынбайтығынларға Құдайдың ғазебі келеді. Сондықтан бұндайларға шерік болмаңлар. Сізлер бір уақытлары қараңғылық едіңіз, бірақ енді болса, иеміз арқалы нұр болдыңлар. Сол себептен нұрға тиесілі адамларға сай жасаңлар. Өйткені нұрдағы өмірдің жемісі әр түрлі жақсылық, хақлық һәм хақиқатлықтан ібарат. Құдайға ненің ұнайтығынын айырып біліңдер. Қараңғылықтағы өмірдің жеміссіз іслеріне қатынаспаңлар. Керісінше, оларды ашкара етіңдер. Қараңғылықтағы адамлардың жасырын қылған іслерін айтудың өзі қатты ұят. Бірақ қараңғылыққа нұр шашылса, һәмме нәрсе анық көрінеді. Себебі Құдайдың нұрында көрінген әрбір адам нұр. Сол себептен былай делінген: Оян, ей ұйқыда жатқан, өлілер ішінен тіріл, Масих саған нұр шашар. Солай етіп, қалай жасау керектігіне диққат аударып, надан адамлар сияқлы емес, ал дана адамлар сияқлы жасаңлар. Жақсылық іслеуге әрбір мүмкіншіліктен пайдаланыңлар. Өйткені, әзіргі күнлер жауызлыққа толы. Сол себептен ақылсыз болмай, иеміздің қалеуінің не екенін түсініңлер. Арақ шарап ішіп, мәс болмаңлар. Бұл адамның бұзылуына алып келеді. Ал бұның орнына мұқаддес рухқа толыңлар. Забур жырларындағы, алғыс мақтау қосықларындағы һәм мұқаддес рухтың илхамы менен жазылған қосықлардағы сөздерді бір-біріңізге айтып, иемізді қосық намалар менен жүрегіңізде алғыслаңлар. Барғұлла һәмме нәрсе үшін иеміз Иса Масихтың аты менен әкеміз Құдайға шүкірлік білдіріңлер. Масихқа деген хүрметіңіз себеплі бір-біріңізге бойсыныңлар. Әй хаяллар, иемізге бойсынатығыныңыз сияқлы, күйеулеріңізге де бойсыныңлар. Себебі Масих сенушілер жәмәатінің басы болғаны сияқлы, күйеуі де хаялының басы. Масих өз денесінің, яғни сенушілер жәмәатінің құтқарушысы. Сенушілер жәмәаты Масихқа бойсынатығыны сияқлы, хаяллар да һәмме істе күйеулеріне бойсынсын. Әй күйеулер, Масих сенушілер жәмәатын сүйіп, оның үшін өзін құрбан еткені сияқлы, сізлер де хаялларыңызды сүйіңлер. Масих сенушілер жәмәатын су менен жуып, һәм Құдайдың сөзі менен тазалап, оны мұқаддес қылу үшін өзін құрбан етті. Бұны ол үстінде ешбір дақ, жирық ямаса бұған ұқсаған бір нәрсесі жоқ. Мұқаддес һәм мінсіз болған салтанатлы жәмәатті өзіне алу үшін іследі. Сол сияқлы, күйеулер де хаялларын өз денесін сүйгендей сүйеуі шарт. Өз хаялын сүйген, өзін сүйген болады. Ешкім ешқашан өз денесін жек көрмеген. Керісінше, Масих сенушілер жәмәатіне ғамқор болғаны сияқлы, адам өз денесін азықландырып, оны күтеді. Өйткені біздер Масихтың денесінің мүшелеріміз. Сондықтан ер адам ата-анасын қалдырып, өз хаялына қосылады. Һәм екеуі бір дене болады. Бұл сыр ұлы. Мен бұны Масихқа һәм сенушілер жәмәатіне байланыслы айтып атырман. Солай етіп, әр біріңіз өз хаялын өзін сүйгендей сүйсін. Хаял да күйеуін хүрмет етсін. Ефеслілерге жазылған хат. 6 бап. Әй балалар, иемізге тиесілі болған сізлер ата-анаңызға бойсыныңлар. Себебі осылай іслегеніңіз дұрыс болады. Ата-анаңды хүрметле. Бұл
Vədi menen birge berilgen baslı buyruq. Sol vədi bolsa, mınaday. Sonda sen bereket tabasan, hem jerdegi ömürün uzak boladı. Hay əkeler, balalarınızın aşuğun keltirmengler. Olardı iyemizдің təlim tərbiyesi menen ösürüngler. Hay kullar, dünyadağı kojayınlarınızın sözün, Masih'tin sözün tınlağanday, tereң hürmet, korku hem pək yürekpenen tınlаңlar. Bunu adamlarga жақсы көрінгісі келетұғынлар сияқлы, көзабаға іслемеңлер. Құдайдың қалеуін, Масих'тің құллары sıfatында шын жүректен орынлаңлар. Адамларға емес, ал иемізге қызмет етіп атырғандай, ынта менен қызмет етіңлер. Өйткені құл болсын, азат адам болсын, әрбір адамның істеген жақсылығының иемізден қайтатұғынын білесізлер. Әй қожайынлар, сізлер де құлларыңызға ұсындай қатынаста болып, оларды қорқытуды тоқтатыңлар. Себебі аспанда олар менен сізлердің иеңіз бар екенін, һәм оның адамларды айырмайтұғынын білесізлер. Жұмақлап айтқанда, иеміз менен қатынаста болып, оның құдіретінің күші менен беккемленіп барыңлар. Шайтанның хилелеріне қарсы тұра алу үшін Құдайдың барлық сауыт құралларын тағыныңлар. Өйткені ұрысымыз қан һәм еттен ібарат болған адам баласына қарсы емес, ал бұл дүниядағы көзге көрінбейтұғын хәкімлерге, билеушілерге, бұл қараңғы заманның күшлеріне һәм аспандағы жауыз рухларға қарсы. Сондықтан жаман күнде оларға қарсылық көрсете алуыңыз үшін һәм толық жеңіске еріскеніңізден соң беккем тұра алуыңыз үшін Құдайдың барлық сауыт құралларын тағып алыңлар. Солай етіп, орныңызда беккем тұрыңлар. Беліңізді хақиқат белбеуі менен буып, көкірегіңізге хақлық сауытын киіңлер. Тынышлық, қош хабарын жариялау таярлығын аяқларыңызға аяқ киім қылып киіңлер. Бұлардың һәммесіне қоса, шайтанның барлық отлы оқларын өшіре алатұғын сенім қалқанын қолларыңызға алыңлар. Құтқарылу дулығасын һәм Құдайдың сөзі болған мұқаддес рухтың қылышын алыңлар. Әр түрлі тілек һәм жалбарыну менен мұқаддес рухтың басқаруында һәмме уақыт дуа етіңлер. Осы мақсатпенен сергек болып, бүткіл сенушілер үшін табан тіреп сораңлар. Мен ұшында дуа етіңлер. Аузымды әр ашқанымда маған кереклі сөз беріліп, қош хабардың сырын батырлықпенен білдіре алайын. Және де қош хабар үшін елші болған мен әзір тұтқын болсам да, қош хабарды ылайықлы мәртлікпенен жариялауым үшін да дуа етіңлер. Аухалымның қалай екенін һәм не істегенімді сізлер де білуіңіз үшін сүйіклі туысқанымыз һәм иеміздің сенімлі қызметшісі Тихик сізлерге һәммесін білдіреді. Міне, осы мақсатте оны сізлерге жіберіп атырман. Ол біздердің аухалымызды білдіріп, кеуілеріңізді жігерлендіреді. Әкеміз Құдай һәм иеміз Иса Масих туысқанларға тынышлық һәм сенім менен бірлікте сүйіспеншілік берсін. Иеміз Иса Масихты өшпес сүйіспеншілік менен сүйушілердің һәммесіне Құдайдың мейірімі яр болсын.